Армысыздар, қадірменді қазақ елі. Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласындағы Мирас бөбекжай бақшасының ұжымынан арнайы репортаж. Алдарыңызда бірлігі жарасқан, мақсаты айқын, болашағы нық бастауыш кәсіподақ ұйымы. Мектепке дейінгі ұйымдағы бастауыш кәсіподақ ұйымының жұмысымен танысу үшін арнайы келіп отырмыз. Кәсіподақ бұл тек ұйым ғана емес. Ол әрбір қызметкердің құқығын қорғайтын, әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған сенімді тірек. Қазіргі таңда балабақша ұжымы бірлік пен ынтымақтың үлгісін көрсетіп келеді. Мұнда кәсіподақ мүшелері белсенді түрде түрлі іс-шараларға қатысып, ұжымдық рухты нығайтуға өз үлестерін қосуда. Кәсіподақ ұйымы қызметкерлердің еңбек құқықтарын қорғап қана қоймай, олардың демалысын ұйымдастыруға, мәдени көпшілік шаралар өткізуге де ерекше көңіл бөледі. Мерекелік кештер, спорттық жарыстар мен танымдық кездесулер соның айқын дәлелі. Сонымен қатар, кәсіподақ әрқашан қиын сәтте қолдау көрсетіп қана қоймай, материалдық және моральдық көмек беруді де ұмыт қалдырмайды. Бұл ұжым үшін үлкен демеу. Құрметті Гүлнафис Бейбітқызы, сіз көп жылда бері осы ұжымда қызмет атқарып келесіз, және сонымен қатар кәсіподақтың мүшесісіз. Осы уақыт аралығында кәсіподақтан қандай құқықтық көмек алдыңыз? Ярай Жақсылыққызы, менің 46 жыл еңбек өтілімнің барлығы осы педагогика саласында келе жатыр. 2010-2011 жылдарда осы Қаратау қаласында жаңадан ашылған Гүлдер, Күннұры балабақшалары, сол кезде сол балабақшалар ауыстыру жолымен тағайындалған. Сол кезде еңбек заңнамаларының сақталуына орын алған біраз кемшіліктер болды. Жарты жылға жоқ айлық жалақымызды ала алмай, тауымыз шағылған кезде әділдік іздеп аудандық кәсіподаққа жүгінуге тура келді. Сол кездегі кәсіподақ комитетінің көмегімен біздің еңбек құқығымыз бен мүдделерімізді қорғап барлық айлық жалақыларымызды өндіріп беруге ықпал етті. Кәсіподақ мүшесі болу бұл деген қызметкерлердің өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін қажет дүние деп ойлаймын. Сондықтан да барша сала қызметкерлерін кәсіподақ мүшесі болуға шақырамын. Аманкүл Байқаласқызы, осы ұжымдағы бастауыш кәсіподақ ұйымының жұмысына қандай баға бересіз? Мен Жұмашева Аманкүл Байқаласқызы, Мирас бөбекжай бақшасында педагог психолог болып жұмыс атқарамын. Аудандық кәсіподақ комитеті ұйымының жұмысына қанағат тұтамын. Себебі 50% жеңілдікпенен Сарыағаш шипажайында денсаулығымды қалыпқа келтіруге демалып келдім, мүмкіндік алдым. Және де Түркістан қаласындағы 2 күндік сапарға тарихи жерлерді аралауға барып, жақсы көңіл күйде оралдым. Кәсіподақ ұйымының жұмысына ризашылық білдіре отырып, жұмыстарына толағай табыс тілеймін және рахметімді білдіргім келеді. Күнделікті жұмыс барысында кәсіподақ төрайымына әртүрлі мәселелермен түрлі қызметкерлер келеді. Ол қызметкерлердің мәселелерін шешу үшін бізге ұжымдық шарт керек. Құрметті кәсіподақ мүшелері, бүгінгі Мирас бөбекжай бақшасының бастауыш кәсіподақ ұйымының кезектен тыс мәжілісіне қош келдіңіздер. Бүгінгі мәжілісті номері 17-ші хаттамамен хаттамалаймын. Бүгінгі күн тәртібінде қаралатын мәселе, өздеріңіз білетіндей біздің ұжымымыздағы кәсіподақ мүшесі Қаражанова Гүлнара Әлмаханқызының анасы Кибековна Зубайра Сапиевнаның қайтыс болуына байланысты аудандық кәсіподақ ұйымынан бір реттік материалдық көмек сұрап алып берсек деген ұсынысым бар. Олай болса, бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауысқа салсақ, қарсы қалыс жоқ. Келісеміз. Құрметті кәсіподақ мүшелері, ендеше бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе бойынша хаттама жасап, хаттаманың бір көшірмесін аудандық кәсіподақ ұйымына ұсынамын. Өздеріңіз тамашалағандай, Мирас бөбекжай бақшасының ұжымынан татулық пен бірліктің бар екенін көріп отырмыз. Бөбекжай бақшамыздың ұстанымы біз үшін ең басты құндылық адам. Біз үшін ең маңыздысы әділдік. Біз үшін үлкен жетістік бірлік. Бірлік бар жерде тірлік бар.